Ассалаумағалейкум, жаны жайсан қазақ елі, армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бүгін аптаның алғашқы күні тікелей эфирде көріскенімізге өте қатты қуаныштымыз. Сіздер дайын болсаңыздар, біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, ардақты ағайын. Жаңа күннің шуласынан жақсылық күтіп оянған барша көрермендеріміздің күндеріне сәттілік тілей отырып, біз хабарымызды бастаймыз. Ал енді бүгінгі сұхбатымызды бастасақ, таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қолөнер, сырлы өнер деп аталады. Расымен де өнердің шегі ұшаң теңіз, сондықтан да бүгінгі тақырыбымызды қолөнерге арнап отырмыз. Студиямызға жайғасқан мейманымызбен таныстырып өтсем, Еркежан Назарбаева, дизайнер. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қалай? Көңіл-күйіңіз қалай? Өте тамаша. Қалай жеттіңіз, танды қалай бастадыңыз? Өте жақсы. Әрине қобалжыдым кішкене. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Тамаша. Енді дизайнер саласында қызмет атқарып жатсыз. Кең ауқымды түрде өзіңіздің салаңыз жайлы айтып берсеңіз. Мен өзім модельер конструктормын. Дизайнер мамандығын кішкене көптеп ауқымды алатын профессия. Менде өзім профессиям. Қазіргі таңда колледжда оқимын, 4-ші курс студентімін. Алдағы уақытта жақында бітіремін. Жалпы бұл мамандыққа деген қызығушылық қашан туындады? Не себепті осы бір мамандықты таңдадыңыз? Ең алғашқы рет 5 жасымда осы дизайнер мамандығына өте қатты қызықтым. Өзіме де киім тіге бастадым. Сол кезде ата-анам қызығушылығымды байқап, алдағы уақыттарда мені әртүрлі курстарға берді. Ал мысалға енді уақыт өте келе енді дизайн мамандығы соның ішіне енді киім тігу енді екінің бір қолынан келе бермейді. Мысалға екінің қолына ине мен жіпті ұстап, белгілі бір дүниені тігудің өзі бір ептілікті қажет етеді. Мысалға бір осы кезде бір жоқ, бұл менің салам емес секілді, басқа бір мамандықты көрсем қайтеді деген бір ойлар болды ма? Жоқ, ондай ой болған жоқ. Сол кезден бастап нақты өзім қаладым, және әлі сол арманым келе жатырмын. Жалпы енді киім тігу дегеніміз енді ерекше бір дүние ғой. Мысалға аса бір шыдамдылықты, ептілікті, сабырлықты бір талап етеді. Мысалға енді белгілі бір қазіргі таңда өзіңіздің қоржыныңызда қанша осы киім үлгілері бар, және де көбіне қандай дүниелерді, яғни қандай киім үлгілерін тіккенді ұнатасыз? Көбінесе кешкі көйлектер тіккен өте қатты ұнайды. Көбінесе тіккен көйлектердің бәрі заказға тігілген киімдер. Қазіргі таңда өзінің вечерный көйлегімді алып келдім. Ал осыған тоқталайықшы, бұл сіздің ең алғашқы, осы ең үлкен ауқымдағы көйлек. Қазір біздің көрермендерімізге таныстырып өтсеңіз, көрсетсеңіз, бұл неше жаста жасалынған? 11-ші сынып оқып жүрген кезде өзінің выпускной кешіме тіккен көйлегім. Қазір алып көрсетсеңіз, етегім барлығымыздың көрермендеріміз көрсе. Қанша уақыт кетті, сол туралы айтып берсеңіз. Осындай көйлек, үсті барқыт, астында плотный атлас және бетінде органза. Бұл бір кісілердің арнайы мамандардың көмегімен тігілді ме, жоқ әлде өзінің ойынан шыққан, өзің қолыңмен тігілген көйлек пе? Жоқ, өз таза ойынан бұндай көйлекті интернеттен таба алмайсыздар. Өзімнің барлығы өзім ойлап тапқан көйлек. Осы кезде мысалға киімді тігу барысында мысалға әртүрлі матаның түрлері өте көп. Көбіне қандай маталарды бір-біріне үйлестірген әдемі көрінеді, яғни сәнді көрінеді? Мысалы, осы жердегідей барқыт пен плотный атлас өте жақсы келеді. Органзаны мысалы құр өзін ғана қолдануға да болады. Ал одан кейін тағы да бір ерекше қазір назарға алғым келе отырғаны, осы сіздің алдыңызда тұрған, яғни белгілі бір байқаудан алған марапат. Яғни осы бір жүлде жайында ол қандай байқау, соған тоқталып өтсек. Бұл байқау неофольклор стиліндегі сән дизайнерлері сайысы болды. Сол сайыста 50-ден астам оқушылар қатысты. Соның ішінен 3-ші орын алдым. Ол қай қалада өтті? Жалпы осы байқаудың бір шарттары қандай болды? Соған тоқталайықшы? Жамбыл облысында болды, онлайн түрде. Бұл тақырыпты өте көп оқушы дұрыс аша алмады. Өте қиын тақырып болды әрине, өте аз уақыт берілді. Бірақ соның ішінен тырысып 3-ші орын алдым. Қандай көйлек ұсындыңыз? 3 көйлек болды, коллекция болды. Қандай көйлектер? Түсті көйлектер,
вечерний қазақи стилінде. Қазіргі енді трендта енді жыл сайын өзі маусымына қаратай түстер сәнде болады, одан кейін яғни трендтағы түстер деп жатамыз, және де трендтағы яғни сәндегі киім үлгілері деп жатады. Яғни Еркежан қаншалықты осы трендпен яғни түстермен жұмыс жасағанды ұнатады? Өзіме де әрқашанда және жанындағы адамдарға да айтамын, ең бастысы адамның өзіне ұнау керек. Кейбіреулері стильға қатты жүріп кетеді, бірақ та жан дүниесін жоғалтып алуы мүмкін. Сондықтан да әрқашанда өзінің жүрегін қалаған киімді киіп, және соны сатып алуға совет беремін. Енді киімді тігуде, жалпы киімді коллекцияларда шығарған уақытта ең бірінші назарды түске салуымыз керек. Сіз қандай түстерді ұнатасыз? Өзім ұнататын түсім міне темно-синий және де розовый. Көбіне осы коллекциядағы киімдердің көбін байқаған кезімізде осы түстерден шығады. Тіпті қазір мен қызықты бір дерек айта кетейін. Қазіргі Еркежанның үстіндегі кеудешесі де өзінің қолынан шыққан. Яғни қазіргі таңда осы бір кеудешені дайындауға қанша уақыт кетті? Бір күн. Бір күн толық. Жоқ, толық емес. 6-7 сағаттай. 6-7 сағат. 6-7 сағаттың ішінде осындай өнерді жасап шығаруға болады. Мысалға, ісмер болу үшін, яғни осындай бір дүниелерді жасап шығару үшін ептілік қажет пе, жоқ әлде дарын, яғни талант болу керек пе? Дарын, талант әрине болу керек, бірақ та егер де адам шын жүректен ниетімен қатты қалап тұрса, кез келген жұмысты істей алады. Ал мысалға енді үлгі алатын өзіңіздің яғни сүйікті дизайнеріңіз бар ма? Яғни кімге еліктейсіз? Мысалға осы бір дизайнердің жасап шығарған туындыларынан бір өзіңіз де пішіп, тігіп көрген кездер болды ма? Дизайнердің киіміне қарап олай тік көрген жоқпын, бірақ та өзіме ұнайтын дизайнер Коко Шанель. Коко Шанель. Расымен менің ойымша бұл өте қызықты мамандықтардың бірі, және де қазіргі таңдағы осы сұраныстағы мамандықтардың бірі десек те болады. Егер де біздің студиямызға жайғасқан мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Байланыс номеріміз 34-15-61. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Жалпы Еркежан, бос уақытта немен айналысқанды ұнатамыз? Осы тігінен басқа да көптеген хоббиларым бар. Әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнаймын, сурет салғанды жақсы көремін, ән айтамын және билеймін. 5 аспаппын дейсіз ғой? Ал дизайнерлік бұл бала күнгі арман ба? Сол 5 жасымнан армандап, сол әлі келе жатырмын. Қазіргі таңда бала арман орындалды деп ойлайсыз ба? Мысалға, енді осы тұста бір бала арман деп жатырмыз ғой, жас өсіп келе жатқан қыздарға, яғни біздің ең кішкентай кезіміздегі бұл ең алғашқы тіккен көйлектеріміз өзіміздің үйдегі қуыршақтарға жасаған көйлектерімізден басталады. Кез келген қыз баласының матаның қиқымдарынан үйдегі кішкентай қуыршақтарға көйлек тігуден басталады. Сол кішкентай кездегі бала арманды мысалға жүректің түбіне жасырып қойған, сол кезінде әттеген-ай осы көйлекті неге сол кезде қолыма алып кетпеді мекен деп жататын қыздардың ішінде бір өкініш болатындығы жасырын емес. Осы тұста енді бастап келе жатқан қыздарға қандай кеңес айтар едіңіз? Әрқашанда арманнан таймау, аяқтан нықтыру және өзіне сенімді болу. Арманына аяғына дейін жету. Ал сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ, жалпы Еркежан қазіргі таңда жастардың арасында дизайнер, яғни Айжұлдыз бен Биботаның яғни коллекциялары трендта деп айтсақ та болады. Яғни сұраныс жақсы, оларда және де жастардың көп бөлігіндегі қиялында жүрген киімдер үлгілерін осы коллекциялардан таба аламыз. Мысалға, Еркежан қаншалықты осындай отандық өнімдерді қолданады? Мысалға, өзіңіз тігіп аласыз ба, жоқ әлде осындай дизайнерлердің коллекциясынан киімдер аласыз ба? Көбінесе киімдерді өзім тігемін, өзіме ұнаған киімдерді тігіп аламын. Және сол дизайнерлерді өте қатты қолдаймын. Өйткені өздерінің қалаған мамандығымен және жастармен моданы бірге сәйкестіріп алып келе жатыр. Мысалы, кез келген киімнің, кез келген дүниені басын шалып айналдырған кезде белгілі бір өзінің өтіп жүріп өтетін кезеңдері болады. Киім тігудің ең алдымен неден бастаймыз? Мысалға, матаны таңдағаннан басталып, оны осы тұтынушыға ұсынғанға дейінгі аралықтағы кезеңдерге тоқталып өтейікші. Ең бастысы эскиз салып алу керек. Сол эскиздан кейін материалды қарайсыздар, сол материалды жуасыздар, үтіктейсіздер, содан кейін ғана оны лек аласыздар және пішесіздер.
Одан кейін тігесіздер. Жалпы материалды не үшін жуу керек? Материал, өйткені некоторые материалдар отырып қалуы мүмкін, размері кішіге қалуы мүмкін, созылып қалуы мүмкін, сондықтан да бірінші жуып алып, үтіктеп алып, содан кейін ғана тігуді бастау керек. Тігуді бастау керек, иә. Ал енді бұндай жұмыстардың, қызметтердің артында жеке бренд деген болады. Ал сіз болашақта өзіңіздің брендіңізді қалай құрғыңыз келеді? Менің қазіргі таңда кішігірім брендім бар. Өзіңізге, толығырақ өтсеңіз. Аты қандай? Кислав семей деген. Расымен де ол сұраныс артқан сайын мысалға бір шабыттандырып отырады ғой. Еркежанды қандай дүние шабыттандырады? Мені шабыттандыратын музыка. Расымен де музыка ойнап отырған кезде басым тазарып, жақсы ойлар келе бастайды, фантазиям артады. Қандай музыка, енді қазір таңда музыканың да жанры өте көп. Алдыңғы хабарларымызда музыканың адам өміріне тікелей әсер ететіндігін де мамандарымыз арқылы білгенбіз. Жалпы Еркежанға қандай музыка тыңдаған ұнайды екен? Классика. Классиканы жақсы көремін. Ал мысалға енді сұраныс қандай? Қыздардың көбіне енді жаңа айтып жаттық қой, кешкі көйлектерге сұраныс көбірек деп. Соның ішінде мысалға қыздардың қиялындағы көйлектердің жалпы нобайы қандай? Қыздар өте көп интернеттен алады. Интернеттен алған картинкаларын маған көрсетеді. Соны мен шын өмірге тігемін. Жалпы ең ұзақ тіккен көйлек қанша күнді алды? Ең алғашқы көйлегім бір ай тіктім. Бір ай тіктіңіз. Одан кейін мысалы енді бұл алғашқы көйлек қой. Соңғы жасаған көйлекпен салыстырған кезінде арасында айырмашылықтар бар болды ма? Мына көйлектің мына бір жерін дұрыс тікпеппін. Оны былай айту керек еді деген секілді болды ма? Соңғы көйлекпен айырмашылығы бір күнде. Осыған ұқсас көйлекті бір күнде тіктім. Енді қол өнерімен айналысқаннан кейін дизайнердің жеке бөлмесі болады. Ал сол бөлмеде қандай заттар бар? Толығырақ айтып берсеңіз. Мен өзімнің кішігірім комнатам бар. Тігін машинасы, үлкен стол болу керек, әртүрлі сызғыштар, қайшылар болады. Расымен менің ойымша өте қызықты. Тіпті кішкентай дүниені жамап үйренгеннің өзі де менің ойымша кез келген қыз баласына керек дүние секілді. Себебі бұндай дүниелерді туындату үшін ең алдымен ол дүниеге деген махаббат керек, сүйіспеншілік керек, жаңада айтып өткеніміздей сабыр керек деген дұрыс қой. Мысалға Еркежан енді көбіне енді өзіміз қыз баласы болғаннан кейін құрбыларымыз бар, үйдегі сырлас анамыз бар. Жалпы үйдегі анаңыздың, құрбыларыңыздың сіздің жасап жатқан туындыларыңызға көзқарастары қандай? Көзқарастары өте жақсы. Және де маған заказ береді. Заказдарын көбінесе мама береді. Мама көптен көйлектер тіккен. Мысалға болады ғой, дүкеннен бір киімді ұнатып сатып алдыңыз, бірақ та уақыт өте келе ұнамай жатады. Ол қыз балаларына тән. Мысалға кейбір киімдерді ұнатып тұрамыз, одан кейін уақыт өткеннен кейін бұл киімді не үшін алдым деп жатамыз. Сол кезінде сол киімді жаңалап тіккен кездер болды ма? Иә, әрине көбінесе солай ескі киімдерді реставрация істеймін. Жаңалау кезінде. Ал сол кезіндегі уақыт қаншалықты? Мысалға уақыты, яғни оған жаңа бір дем беріп, жаңа образ жасап шығу уақыты аралығы қанша? 1-2 күн. 1-2 күн. Фантазия келеді, сразу істеймін. Қазіргі енді заман дамыған сайын түрлі трендтер шыға бастайды. Қазіргі таңда қандай тренд көйлектерді айта аласыз? Қазіргі таңда атласный шелковый көйлектер өте қатты трендта. Мысалға, былтырлары, яғни 2020-21-де оверсайз киімдер сәнде болды. Осы тұста, яғни киім киген кезде, мысалға, адамның дене бітіміне сәйкес киімдерді қалай таңдауымыз керек. Мысалға, бір адамдар бар, киімге әбден үйреніп алған, бірақ та оларға кәдімгі дене бітімімен дәл келетін киімдер киген кезінде ыңғайсыздық тудырып жатуы мүмкін. Не болмаса тура денесіне тура тұратын нақты шақ өзінің киім үлгісі нақ болып тұрған кезінде, мысалы, ол адамдарға оверсайз, яғни кең киімдер киген ұнамауы мүмкін. Осы тұста маман ретінде қандай кеңестер айтар едіңіз? Киім таңдаған кезде ең бірінші қандай дүниелерге мән беру керек? Адам өзі қалаған киімді кию керек. Егер де өзіне ыңғайсыз болса, ыңғайлы киімді лучше киген жақсы. Бүгінгі біздің алғашқы сағатымызда өз мәресіне жетті. Енді Еркежан ханым, таңғы тілегіңіз болса, мархабат біздің семейліктерге. Рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін, және де қалаған арман тілектеріңізді
тілектеспін. Тамаша. Сізге келгеніңізге көптен көп рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы уақытта жеке өзіңіздің брендіңізді қалыптастыратын, Қазақстанға танымал дизайнер болуыңызға біз тілектеспіз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қолөнер, сырлы өнер деп аталады. Соның ішінде осындай бір ерекше өнер түріне тоқталғымыз келіп отыр. Бүгінгі біздің екінші сағатымыздың тақырыбы қолөнерге арналады. Соның ішінде резинарт өнері. Резинарт өнері. Қараңыздар, мұқият қымбатты дәл қазір, егер де сұрақтарыңыз туындаса, хабарлассаңыздар болады. Бүгін осы бір жаңа бір қазіргі таңдағы жаңағыда айтып өткеніміздей трендтағы өнерімізге жасайтын маманды таныстырайық. Маманымызды таныстырып өтсек. Альмира Булатова, қолөнерші. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай жеттіңіз, таңды қалай бастадыңыз? Жақсы, көңіл күйім жақсы. Қобалжу сейілді, бәрі жақсы. Енді жалпы бұл енді биылғы тренд десе де болады. Енді мен өзімде әлі біле алмай жатырмын бұл туралы ақпаратты. Көрермендеріміздің де менде қаншама сауалдар бар шығар, бір толығырақ осы жөнінде ақпарат айтып берсеңіз. Резинарт дегеніміз не? Резинарт дегеніміз жаңағы Қазақстанда осы 1-2 жылда ғана пайда болып жатқан техникалардың бірі. Негізі бұның шыққан жері Иран. Иран жерінде бұл техника көптен көп таралған. Біздің Қазақстанға енді келіп жатқан жаңағы күшті бір техниканың бірі. Өйткені өзім осымен айналысқалы күннен күнге қызығушылығым көбейіп жатыр. Күннен күнге осы жаңағы резинарт техникасын қыр-сырын біліп жатырмын. Бұл техника арқылы қандай дүниелер жасауға болады, қандай заттар жасауға болады, адамдарды немен таңғалдырса болады деген қызығушылық жаңағы осы резинарт техникасы арқылы маған келіп жатыр. Жалпы енді жаңа қызығушылық деп жаттыңыз ғой. Енді осы бір жаңа дүниемен қалай таныстыңыз? Сізді несімен баурап алды? Яғни кез келген дүние жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қызығушылығым күннен күнге артты деп. Ең алдымен қызығушылық қай кезде басталды? Осыны айналысуға не түрткі болды? Ең басты себеп, мен көп балалы анамын, 4 балам бар. Жаңағы 4-ші баламды дүниеге әкелгеннен кейін, декретте әлі көп отыратынды сезгеннен кейін, әйел адам сондай кезде аздап болса да күйзеліске түседі, өйткені үйдің тірлігі бар деген сияқты. Сол жаңағы күйзеліс, жаңағы әйел адамда өзіме көптеген сұрақтар қоя бастадым. Немен айналыссам болады, немен өзімді көңілімді аударсам болады, жаңағы қандай бір қызығушылық тапсам өзіме. Көптеген сұрақтар туындады, көптеген курстарды өттім, өзімді жетілдіру үшін, өзімнің жаңағы санамды жетілдіру үшін. Сол курстардан ақырындап өзімнің санамды жеттіре бастаған кезде интернетте осындай резинарт техникасына тап болдым. Ең бірінші жай ғана қарадым, екінші рет жаңағы Инстаграм желісінде. Бұдан кейін Инстаграм желісінде жиі шығып отыратын болды осы техникалар. Сөйтіп ақырындап қарай бастадым. Бір күн өзіме неге көрмеске деген шешім қабылдадым. Сосын Қазақстанда жаңағы үйретіп жатқан мастерлардан курстар ала бастадым, онлайн курстар. Өйткені офлайн оқығанға біздің Семей қаламызда мастерлар өте аз екен. Оны да зерттеп шықтым. Сонан кейін жаңағы арзан курстар ала бастадым. Ақырындап соның бәрін көрдім. Бірақ керемет нәтиже шықпайтын білдім да, басқа да курстар ала бастадым. Одан да қымбатырақ курстар ала бастадым. Ең соңында жаңағы Россиядағы мастерлардың курстарын ала бастадым. Өйткені ол жақтарда өте жақсы мастерлардың жұмыстары жақсы, жаңағы качествосына, жаңағы сапасына ең бірінші көңіл аударады Россияның жаңағы мастерлар. Негізі осы жаңағы резинарт техникасына көптеген қаражатымды салдым. Бірақ бүгінгі таңда бұл қаражатты 2 есе, 3 есе шығарып өзі ақтап алды. Дәл қазір енді расымен де қолөнер бұл бір жағынан қарап отырсақ өзіңіздің сүйікті хоббиіңіз, екінші жақтан кәсіп. Яғни кез келген дүниені егер де шын ниетіңізбен, шын ықыласыңызбен, махаббатыңызбен уақытыңызды бөліп отырып жасасаңыз, менің ойымша осындай тамаша дүниелерді туындатуға мүмкіндіктер өте көп. Сұрақтарыңыз болса хабарлассаңыздар болады. Байланыс номеріміз 34 15
64. Егер де енді бастап келе жатқан қыз-келіншектер болса, өздеріңізге бір түртіп алатын сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз десек те жауап болады. береміз, қымбатты көрермен. Енді Альмира ханым, тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл саланың ерекшелігі қандай? Бұл саланың ерекшелігі ме? Енді егерде әйел адамда осы техникаға қызығушылық пайда болса, бұл бір медитацияның түрі деп айта аламын. Өйткені әрбір тасты қоя бастаған кезде, әрбір жаңағы дүниенің уже дайындалып келе жатқан процесінде сен көзіңмен көрген кезде жаңағы рухани дем аласың. Сол ең бастысы маған сол Жаным ләззат алады дейсіз. жаным ләззат алады. Бір сағатты жасауға қанша уақыт бөлесіз, немесе неше күнде жасалынады? Бір сағатты енді сағаттың күрделілігіне байланысты. Егерде жаңағы жай ғана дизайнмен жасасам, 1-2 күнді алады. Егерде сағат күрделілеу болса, онда 2-3 күн, 4 күнге дейін кететін. Дайындалу процесіне тоқталайықшы. Мысалға, осы бір тамаша сағатты қанша уақытта дайындаймыз, және де кез келген дүниенің өзінің кезеңдері болады. Мысалға, бірінші этап, екінші этап деген. Соған тоқталсақ, мысалға, осындай тамаша дүниелерді жасау, менің ойымша, өте бір ептілікті қажет ететін секілді. Бұл сағатты жасау үшін қазір енді есімде жоқ, бірақ енді 3-4 күнсіз бұндай сағатты жасалмайды, өйткені дизайны күрделі. Ең бірінші этап ол бізде жаңағы құйылу процесі, смоланың. Екінші процесі ол 1 тәуліктен кейін ғана кебеді, жаңағы қатат, өзінің формасын алады. Сонан кейін бастап қалған жаңағы жұмыстарға кірісемін. Мысалға, әшекейлеуге тоқталайықшы, енді жаңа дизайнын жасап алды, яғни көлемін таңдап алды, керекті түсті таңдап алдық. Мысалға, енді смола деген кезде бірден көз алдымызға қара түсті смола елестейтіндігі жасырын емес. Мысалға, осы түстер смоланың өзінің табиғи, яғни шайыр ғой қазақшасы, оның өзінің белгілі бір түсі бар ма, жоқ әлде белгілі бір бояуларды қосу арқылы осындай бір тамаша түстерді жасап шығарамыз ба? Жаңағы эпоксидная смола дейміз қазір. Жаңағы резинар техникасының ең басты жаңағы жасалу тәсілінің құрамы ол эпоксидная смола. Эпоксидная смола бұл 2 құрамнан тұрады, компонент А және компонент Б. Бұл 2 компонентті қосу арқылы және оны араластыру арқылы, оған түстер беру арқылы осындай нәтижеге жетуге болады. Түсті өзіміз таңдаймыз. Қандай түсті таңдағымыз келеді, оның өзінің арнайы бояғыштары бар. Идеяны қайдан аласыз бұны жасауда? Идея маған әртүрлі келеді. Мен кей кезде өз-өзімнен жаңағы таңғаламда. Бүгін бұлай болса, ертең бұлай болады. Бүгін мысалға осындай сағатты жасайын десем, ертең мен мүлдем басқа сағат жасау мүмкін. Түстері де өзгеше болады. Бір-біріне ұқсамайтын дүниелер жасауға тырысам. Мен үшін ең бастысы сол. Бір-біріне ұқсамайтын, түстерді қайталамайтын заттарды жасаймын. Ең алғаш жасаған сағатыңыз есіңізде ме? Мысалы, сол ең алғаш жасаған кез келген адамның қолынан ең бірінші шыққан туынды ыстық болатындығаны, және де ол басқа сағаттардан қарағанда енді жасырын емес, оның да бір кемшіл тұстары болады. Мысалға, Альмира ханым сол кезінде ең бірінші жасаған сағатынан кейін соңғы сағаттардың арасында қандай айырмашылықты байқады? Ең бірінші жасаған сағатым есімде. Жасап көрейінші деп жаңағы оқталдым, құя бастадым, жаңағы суретті қалай шығады екен деп қобалжыдым. Бірақ нәтижесі маған ұнады. Содан бірден мастеріма хабарластым, осылай жаңағы бірінші сағатымды жасадым. Қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша? Дизайны жаңағы басқа адамдардың көңілінен шыға ма деп мастерім маған бірден айтты. Сенің қолың жүреді, оған ешқандай күмәнің болмасын деді. Жаңағы бұл сенің бірінші ғана сағатың ғой, бұл сенің жаңағы құйған жаңағы дизайнның өзі профессионалдардың дизайндарына тура келіп тұр деді. Сондай бір сенімділік берді маған. Басында енді қобалжуды болды, қорқыныш та болды, оның бәрінен мен өттім. Күйзеліске де түскен күндерім болады. Творчестволық адамдар негізі күйзеліске көп түседі, оған бұрын мен сенбейтінмін. Қазір өзім басымнан өтіп жатқаннан кейін шындығында солай болады екен. Бір күні жасағым келмейтін күндері болады, бірақ жаңағы тапсырыс берушілер бірден жасап бер дейді маған. Маған керек, мен осылай міне жаңағы
біреудің үйіне қонысқа барам, соған мен подарок ретінде апарам. Бірақ мен өзім егерде сол күні көңіл күйім болмаса, мен тапсырыс алмаймын. Мен жаңағы тапсырыс берушіме бірден айтам, ренжімеңіз, бүгін мен сізге тапсырысты қабылдай алмаймын деп. Өйткені болды, одан да өттім, көңіл күйім болмай, мысалға өзімде ешқандай жаңағы шабыт болмай, жасаған дүниелерім болмай, шықпай қалған күндер болды. Мен өзімді одан сайын күйзеліске түсіре бастадым да. Содан кейін қазір ақырынап соның бәрін жаңағы ішкі гармония дейді ғой, соған әкеле жатырмын. Енді адам баласы жетістікке жету үшін бір нәрсенің себеп болары анық. Ал сіздің өміріңізде осы бір саланың түрткі болды ма өзгеруіне? Иә. Жаңағы ең бірінші айттым ғой, рухани демалу, жаңағы күндіз шаршағанымды. Менің уақытым негізі осы дүниелерді жасау түн уақыты. Күндіз мен ешқашан бұндай дүниелерді жасамаймын. Түнде жаңағы бала шағамды ұйықтатып тастағаннан кейін түнде маған шабыт та келеді. Өзімнің жеке бөлмем бар. Үйде жасаймын, бірақ өзім жеке бөлме арнап қойғам осы техникаға. Сол бөлмеге кірем, таңның қалай атқанын кей кезде сағатқа қараған кезде 5-6 болған кезде өзім жаңағы таң қаламда жаңа отырған сияқты едім ғой деп өзіме сұрақтар қоямын. Расымен де егер де шын көңілмен жақсы көрсең, қалайның уақытыңның өткенін байқамай қаласың ғой. Жалпы тек қана сағаттар ғана жасауға болады ма? Одан бөлек тағы қандай дүниелерді жасауға болады? Дәл қазір менің көз алдымда енді қыз баласы болғаннан кейін ыдысты жақсы көретіндігімді жасырын емес. Дәл қазір тәттілерге арналған осындай тамаша бір ыдысты байқап тұрмыз. Мысалы, осы бір яғни шайырдан ыдыстарды жасауға болады. Болады. Бұл этажерка жаңағы 3 ярусты. Бұл енді жаңағы конфет, жаңағы өрік-мейіз, енді әр әйелдің өзінің фантазиясына байланысты қалай қолданам десе де. Бұл этажерканы жасау үшін өзінің жаңағы арнайы силиконнан жасалған формалары болады. Сол формаларға құйылады. Содан кейін жаңағы бұл жаңағы недердің узор дейміз ғой, бұның барлығын мен қолдан сурет салып жасаймын. Қолдан сурет салам, иә. Енді бұл сіздің жұмысыңыз. Жалпы Альмира ханым отбасыға қаншалықты көңіл бөледі бала тәрбиесіне? Ең бірінші жаңағы айтып өттім ғой, түнде басталады деген себебімнің ең біріншісі сол жаңағы 24 сағат болса тәулікте соның жартысынан көбін бала шағама, жарыма арнаймын. Әшеке жасауға мүмкіндіктер бар ма жалпы? Мысалға, енді біз әдемілікті, әсемдікті жақсы көргеннен кейін, мысалға, осы бір тек сағат, ыдыстан бөлек әшекеге қалай қарайсыз? Әшекеге де жақсы қараймын, бірақ әшекеде оның шындығы керек, әлі жасап көрмеппін. Өйткені кей кезде уақытымда тығыздығы, өйткені тапсырыстарым да бар, жаңағы үйде отырғаннан кейін жұмыстарым да бар деген сияқты әшекеге әлі тоқталмадым. Бірақ негізі әшеке жасауға да болады. Болады, әшекеде жасауға болады. Мен сағат жасаймын, осындай этажеркалар жасаймын, сонан кейін жаңағы жеміс-жидек салғанға фруктовницалар жасаймын, сонан кейін жаңағы қазақта көз тимесін деген ырым бар ғой, сол көз тимейтін амулеттар деймін, амулеттар жасаймын. Барлығы тапсырысқа. Ал бұндай ерекше заттарға біздің семейліктердің сұранысы қандай? Басында енді сұраныс керемет болды деп айтпаймын. Өйткені мен өзімнің жеке магазинім жоқ, мен ешқай жерде бұл заттарым кісінің көзіне көрінетін жерде тұрған жоқ. Үйде жасағандықтан интернет арқылы бастадым. Қазір енді онлайн жұмысы қарқындап тұрған шақ қой. Тек қана онлайн арқылы сатамын дүниемнің барлығын. Бір жерге апарам деп айта алмаймын. Жалпы Альмира ханым, керекті материалды таба аламыз ба? Иә, әрине керекті материал таба аламыз, бірақ Семей қаласында материал аз, оны да іздеп көрдім. Өйткені басқа қалалардан өзім тапсырыс беретіндіктен Семей қаласынан да іздедім, бірақ жаңағы поставщиктар дейді ғой, жаңағы выбор аз, керек дүниемді таба алмай қаласың. Сондықтан мен басқа қалалардан тапсырыс беремін, және көп партиямен бірақ заказ беремін. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, көп балалы анамын, декрет, дәл қазіргі таңда декреттесіз. Қазіргі таңда экранның ар жағынан отырған біздің декреттегі аналарымызға қандай кеңес айтар едіңіз? Мысалға, кез келген кәсіпті бастау үшін, қолөнермен айналысу үшін іште бір қорқыныш болады. Өзіңіз енді осы бір дүниенің барлығын бастан өткергеннен кейін қандай кеңестер айтар едіңіз?
Енді декретте отырған аналарға айтар едім, күйзеліске түспеңіздер. Өйткені мен де осындай жаңағы осындай өнерге күйзеліс арқылы келдім. Күйзеліске түспеңіздер. Қазір жаңағы заманның қарқындап жатқан, шарықтап жатқан кезі ғой. Оқыңыздар, үйреніңіздер. Пробуйте, да, қорықпаңыздар ештеңкеден. Егер де өздеріңіз бірдеңкеге қызығушылық танытсаңыздар, ешқашанда қорықпаңыздар деген кеңес бергім келеді. Жақсы, рахмет Альмира ханым. Өте бір ерекше саланы таңдапсыз. Енді осы саланың жетістігі, үздігі болып, әрбір ісіңізге береке берсін, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Енді таңғы тілегіңіз болса, мархабат біздің семейліктерге. Әрине көп рахмет сіздерге осылай студияларыңызға шақырып, мені қонақ ретінде. Мен үшін жаңағы жұмысымның ең бір жетістігі деп ойлаймын. Өйткені осы жұмыс арқылы мен өзімді өзім дамытып келе жатырмын. Алдағы уақытта жаңағы бос отырған, декреттегі отырған, немесе қызығушылығы болған қыз келіншектерді оқытсам, үйретсем деген арманым бар. Оқытудан жалықпаймын деген сенімдемін. Өйткені біліммен бөлісу керек. Сол кезде қана жетістікке жетесің. Көбірек шәкіртің болса, шәкірттерің сенен озып түссе, бұған асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Ал барлық қазақстандықтарға еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз көркейе берсін, өсе берсін. Балаларымыз аман болсын. Балаларымыз біздің болашағымыз ғой. Сондықтан да балаларымыз аман болсын. Тек қана тыныштық болсын. Әрбір қыз келіншектерге әйел ретінде өздеріңізді сыйлаңыздар деген тілегім бар. Сізге де келгеніңізге көптен көп рахмет. Расымен де жаңа бір өнер түрімен таныстырғаныңызға, біздің сауалдарымызға жауап беріп, сырласқаныңызға, біздің де көрермендеріміздің де көкейінде жүрген сауалдарға жауап таптық деген ойдамыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз, жұмысыңызға сәттілік. Ал дәл қазір экран алдына кішкентай көрермендерімізді. Мен жаңағы эфир барысында айтуға уақыт болмады, енді соңында айтайын. Арнайы сіздердің студияларыңызға осындай бір сағатымды сыйлағым келеді. Ой, тамаша. Рахмет. Бізде сізден әрдайым сағатқа қараған сайын сіздің есіңізге аламыз, және де осы кезде біз Азамат екеуміз жаңа бір өнер түрімен танысқан едік деп сізді әрдайым есімізге алып жүретін боламыз.